Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Маған подписаться етіп, қоңыраушаны басып, SEO батырмасын басып кеттіңіздер. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Эльмира фудблогер. Сіздерге арнап алма бәлішін дайындайтын боламын. Өте тегіс және оңай дайындалатын рецепт. Бізге керегі осы алма бәлішіне 3 дана алма, жұмыртқа, ванилин, ұн, шекер, сұйық май және қопсытқыш. Осы бар осы құрамдар, осыны қазір осыдан бізде алма бәлішін жасайтын боламыз. Енді алмамызды жуып, тазалап, құрғатып, осылай турайтын боламыз. Ортасынан бөлеміз, ішіндегі керек емес жерлерін алып тастаймыз, артық жерлерін. Әр алманы осылай тазалап шығамыз. Міне алмамызды тазалап болдық. Осылай ыңғайлап қойып аламыз да, енді турайтын боламыз. Маған қамырдың ішіне 1 алма және сыртына, яғни әрлеу үшін украшениесіне 2 алма жарайды. Сіздер өздеріңіз қалауынша қандай алманы қалайсыздар, сол алмадан қосуға болады. Жасыл алма, сары алма, өздерің қалауынша. Ішіне кететін алманы осылай ұзынша және жанынан тағы осылай тураймыз, ұсақтап тураймыз. Алманы сыртындағы қабығын тазалап салуға да болады. Былай да сала беруге болады. Міне ортасындағы несін бәрін турап дайындап қойдық. Енді біздер қамырымызға көшеміз. Яғни бірінші жұмыртқамыз бен шекерімізді миксерлеп аламыз. Әбден миксерлеп алу керек, яғни көпіргенше. Яғни объем болғанша. Миксермен тез миксерлеп алып, жоғары скоростьта миксерлейтін боламыз. Жай миксерлеуге болмайды. Обязательно бисквит, любой нені миксерлеген кезде жоғары скоростьта миксерлеу керек. Міне осындай аппақ болып шықты біздің масамыз. Оның үстіне ванилин саламыз. Оны тағы да сәл араластырып аламыз да. Үстіне сұйық майымызды құятын боламыз. Осыдан кейін жаңағы құрғақ қопсытқышымызбен ұнды араластырып, осы жұмыртқамыздың массасына салатын боламыз. Жай скоростьпен тез араластырып, тез араластыру керек. Әйтпесе жай араластыратын болса, ұзақ араластыратын болса, бисквиттің қамырымыз отырып қалады. Ол үшін тез араластыру керек. Міне қамырымыз дайын, көріп тұрғандай. Енді осыны формаға құятын боламыз. Яғни өздеріңіз қалаған формаңызға құйсаңыздар болады. Мен көбінесе пирогтарға осындай форма қолданам. Асты алынады. Яғни піскен кезде шешкеннен кейін тез шешіледі. Яғни ешқандай білінбей, сынбай шешіледі. Астына май жағып алып, осы сәл қамырды құямыз. Барлығын құймаймыз. Шамалы құямыз. Осылай жан-жағына жайып шығамыз қамырымызды. Осылай тез жайып шығып қамырымызды, турап қойған алмамызды, ұсақтап тураған алмамызды осыған тағы да бетіне жайып шығамыз, салып шығамыз қамырымыздың үстіне. Осылай салып, тегістеп, енді осының үстіне қалған қамырымызды тағы да толықтай бәрін құйып шығамыз. Қамырды құйған кезде бір бағытта құймай, осылай тегістеп әр жеріне, яғни беті тегіс болып шыққан дұрыс. Себебі піскен кезде тегіс болып піседі. Егерде осылай тек құя салып, осылай пешке салып пісіретін болсаңыздар, формасы дұрыс шықпайды. Бір жері шикі, бір жері жаңағы күйген, сонда әртүрлі болып шығады. Осылай міне тегістеп алдым. Енді қалған алмамды, осылай 2 алмамды осылай ұзынша турап, осылай айналдырып әрлеп шығамын. Сіздер өздерің қалауынша қалай әрлесеңіздер. Ортасына да осылай айналдырып шығамын. Осыны әп-әдемі болып шығады. Енді осыны пешке пісіріп аламыз. 180 градуста
30 минутқа. Сіздердің пештеріңізге байланысты, қызуы қалай, соған байланысты пісіресіздер. Міне менің пирогым уже дайын болды. Манағыдай қалай жасадым, солай болып пісіп шықты, әп-әдемі болып. Осындай алма бәлішін үйлеріңізде дайындасаңыздар болады менің рецептіммен. Менің рецептімді видеоның соңында көретін боласыздар. Келесі видеомда тағы да көптеген рецепттер шығаратын боламын. Менің арнамды жіберіп алмаңыздар. Маған подписка жасап, қоңыраушаны басып все деген батырманы бассаңыздар, сіздерге уведомление келеді. Сол уведомлениеде сіздер менде қандай видео шығып жатыр, соны көре аласыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.